Алқаш атана аңырап қалған бала. Papa Bill. Анасы ішкілікке салынған. Қазақтың өзекке тепкен ұрпағы өзгенің үмітін жақты. Ақш Қазақстанның ең құнды байлығын сұрауда. Қазақстан, Америкаға басқа жетім балаларды асырап алуға рұқсат беріңіздерші. Қазақстандық балалар Массачусетс штатының барлық түкпіріне таралып кетті. Hello, John Wolf. Welcome. Жанар. Hello, Janar. Welcome. Yes. Сәлем. And you could say, Аяулым? My name is Жанар. Amati. We were introduced to. Алғашында бұл есімнің мағынасын білмедік. Аудармашыдан сұрадық. Ол жақсы көру, қадірлеу деген мағынада деді. Бірақ нақтырақ білгіміз келді. Бір күні Қазақстаннан аттанарда лифтте бір әйелмен жолығып қалдық. Мен аяулымды көтеріп тұрғам. Ол маған, қызыңыз қандай сүйкім деді, есім кім деп сұрады. Мен аяулым деп едім. О, менің қызыммен аттас екен деді. Сол әйел айтты. Аяулым бұл ең аяулы, қымбатты, бағалы, сүйікті, ешкім тең келмейтін деген мағына білдіретті. Қызымыз өз есімін ұмытпасын, мәдениетін, тарихын, түбірінен ажырамасын деген ниетпен оның туылғанда қойған атын қалдырдық. Өзін тек қана американдық сезінбей, қайдан келгенін біліп жүрсін, қазақ екенін біліп өссін деп, аяулым деген әдемі есімді өзгертпедік. And a woman got on the elevator and said, "Oh, what a beautiful baby." Компьютерлік бағдарламалар орнату жөнінен өзінің жеке бизнесі бар Джон Уолфи Алматыдағы нөмірі 2-ші балалар үйінен 1 жасында асырап алған аяулым 7-ге толды. Мен өзім көп балалы отбасынан шықтым. Бауырларым саған үйлену керек, перзент сүю керек деп көп айтатын. Әпкем де 2 бала асырап алған. Өзімнің балаларым болмаған соң, соған қарап үйленген соң 4 жыл өткенде мен де бала алуға бекіндім. Бәрі Кореядан басталды. Сол жақта 2 қыз асырап алғым келген. Бірақ ол жерде тек 1 бала ғана береді екен. Сосын Қытайды көрейін дедім. Алайда Қытайда құжаттар жинау көп уақыт алады екен. Баланы көп күтесің. Өзің қалаған баланы ала алмайсың. Өте қиын процедура. Кейін бізге Қазақстаннан бала асырап алған оңай деп кеңес берді. Осылайша Қазақстанды таңдадық. 2 ай болды. Бізге аяулымды берді. Ол біздің талабымызға сай келеді. Аяулымға серік болсын деп тағы 1 қыз алайық деп ойлағанбыз. Бірақ Қазақстанда бала асырау процесі жабылып қалды сол кезде. Бір үйдің ішінде нанымы, сенімі, танымы, тарихы, мәдениеті, менталитеті, түрі, ділі, діні бөлек 3 ұлттың өкілі өмір сүруде. Әке-шешесі америкалық, түбірі Еуропадан ауған болар. Үлкен қызы қазақ, кіші қызы Қытай. Америкалықтар үшін баланың ұлты қандай, түрі қандай, діні қандай, бәрібір қайдан шыққаны бәрібір. Бала болса, болды. Қытай қызын көтеріп шыққан мына ел аяулымның асырап алған анасы. Ал бұл бүлдіршіннің есімі Шэн Мэй. Америкаға жақында келген. Қазір жұмыс істемеймін. 2 баланың тәрбиесі, үй шаруасы менің мойнымда. Бұрынғы алаңсыз өмірім артта қалды. Ұйқым қанбайды. 2-ші қызым түнімен ұйықтамай жылап шығады. Қатты шаршаймын. Дегенмен кеш отау құрған американдық әйелдің үйде бала пайда болғаннан кейін ғана тынысы ашылыпты. Аяулым сізге не берді? Сіз оған не бере аласыз деп сұрадым. Мен баланы көп іздедім, көп күттім. Аяулымды тапқанда ғана жүрегіме тыныштық орнады. Өзімді таптым. Аяулым мен үшін бүтін бір әлем. Енді аяулымның жүрегінде жақсы өмірге деген үміт отын жаққым келеді. Өз мақсатына жетуін қалаймын. Сіздің аяулымға не бере аласыз? Ол сізге не берді деген сұрағыңызға жауап беріп отырып, жылай беретінімді, өзімді тоқтата алмайтынымды сезіп отырмын. Адамдардың алдында еңкілдеп жылап отыру жақсы емес. Мен аяулым туралы бәрін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Аяулымның үйі өте әдемі, кең, керемет барлығы да. Әке-шешесінің де көңілі, пейілі, шынайы сияқты біздің қазақ қызына деген.
Бірақ бұл біздің жетім балаларды, қазақстандық балалардың барлығын шетелдіктерге бере беру керек деген сөз емес. Осындай жағдайды елімізде де жасап берсек оларға, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Ал Кэрин Браун аяулымда асырап алған бедеу әйелдің күйін кешкен жоқ. Өзі 9 ай көтеріп өмірге келген қызы бола тұра отбасының үлкен, баланың көп болғанын қалаған Кэрин Көкшетауда туылған мына сары баланы бауырына басыпты. Америкалықтар не үшін Қазақстаннан бала асырап алуға құмар деп ойлайсыздар? Өйткені олар асырап алған баласын туған ата-анасы еш уақытта іздеп келмейтінін, еш қашанда таба алмайтынын біледі. Дегенмен де америкалықтардың да жүрегінде күдік бар екен. Балалармен жолығуға рұқсат берсе де, әр шетелдік ата-ананың көкейінде балғынның туған ата-анасы танып қоймас пекен деген күдік, тартып алмас пекен деген қорқыныш жатады. Американың ішінен асырап алуға тырыстық, бірақ бұл жерде баланың анасы бәрін біліп отырады. Егер ол шешімін өзгертіп баланы қайтарамын десе өз еркінде, сол жағы бізге ұнамады. Ал Қазақстанға барсаң аласың, ешқандай проблема жоқ, анасынан барып сұрап жүрмейсің. Біздің агент Қазақстанда балалардың денсаулығы жақсы, мықты болады, күтіміне жақсы қарайды деп айтты. Осы жағы да ұнады бізге. Күйеуім, қызым, анамды да ертіп алдық, бәріміз Қазақстанда 2 ай болдық. Жолда ұзақ, басқа елде ұзақ уақыт болу да өте қиын әрине. Көп қаражат жұмсадық, әрқайсымызға жол шығыны, үлкен үйді жалға алдық. Қазақстанда ішкі рейстер, Астанаға жиі барып жүрдік. Құжаттар мәселесімен сот өтіп, шешім шыққан соң Америкаға қайттық. Ал Максимді Қазақстанда бізге көмектескен 2 әйел алып келді. Бұл қымбат сервис. Осылай арысы берісі $60,000 кетті. Қымбатқа түскен бала да қымбат. Максимнің бойына басқа балалардан дараланып тұратын ерекше қасиет қонған дейді анасы. Құдайға мыңда бір тәубе етеміз. Бұл керемет ақылды бала. Бір жаққа баратын болсақ, көршілеріміз Максимді бізге қалдыр деп таласады. Барлық жақсы көреді Максимді. Осындай ақылды перзентті дүниеге келген әйел қандай екен деген ой мазалап, мен оның анасын көп іздедім. Таба алмадым бірақ. Максимге дейін бір баласы болғанын ғана білемін. Мен жақсы баламын, хоккей ойнаймын. Әр отбасының үйіне кірген кезде қазақ әдеппен аяқ киімді шешуге болама деп сұраймыз. Бірақ барлығы дұрыс, аяқ киіммен жүре беріңіздер дейді. Батыста да осылай, американдықтар да осылай, сыртта сол аяқ киіммен жүреді, үйде де сол аяқ киіммен жүре берген бұл жақта қалыпты құбылыс. Бізге ерсі көргенмен қазір үйреніп кеттік. Кіре сала аяғымызды шешпей төрге қарай өте береміз. Көкшетаулық Максим сияқты өскемендік Даниэль де шайбалы хоккейге қызығады. Ол да бұл отбасын зарықтырған перзент емес. Оны асырап алған жұптың өз кіндіктерінен жаралған 2 баласы бар. Тұңғыш қыздары 30-да. Ата-анасыз қалған балалардың біріне мүмкіндік бергіміз келді. Қорған болғымыз келді. Сол себептен асырап алдық. Даниэль осы Америкаға келген кезде, асырап алған кезде бойын өлшеген екен. Ол кезде небәрі мынандай ғана болған екен Даниэль, кішкентай. Содан өсіп, мына жерге жеткен. Әр 6 ай сайын 2 ұлының да бойларын өлшеп, осында жазып тұрады екен. Басында кеткім келмеді балалар үйіне. Бірақ кейін кеткеніме қуандым. Онда отбасын таптым. Ағам бар, достарым бар. Анам қайтыс болғаннан кейін балалар үйіне түстім. Кейде болып тұрады. Ойлаймын, сағынамын. Бір өкініштісі Даниэль туған анасының көзі тірі екенін білмейді екен. Оны небәрі 15 жасында дүниеге келген қыз перзентханада қалдырып кеткен. Ал балалар үйіне түскенде әжесі үнемі келіп жүріпті. Уақыт өз дегеніне көндіреді. Қазір Даниэльдің жадынан сол әжесінің де бейнесі жойылып кетті. Негізінен біздің бағдарламамыз шетелдегі қазақ балалары деп аталады. Бірақ шетелге кетіп жатқан балалар арасында басқа ұлт өкілдерінің де
бүлдіршіндер өте көп. Ал өкінішті болса да факт, қазақ балалары одан да көп. Сондықтан да біз орыс, қазақ, басқа деп бөлмей, барлық балалардың үйлеріне барып, бірдей аралап тұрмыстарын көріп жүрміз. Өзіміздің туған 3 жылымыз болғандықтан бір қыз баланы асырап алуды ұйғардық. Қазақстанға бармас бұрын біз баланы Америкадан іздедік. Болмады. Тағы басқа елдерді көрдік. Одан да түк шықпады. Жинайтын құжаттары көп. Өте ұзақ уақыт кетеді. Сосын таңдауымыз Қазақстанға түсті. Сіздерден бала асырап алу басқа елдермен салыстырғанда өте жеңіл екен. Біздің дінде мынандай ұғым бар. Бір адамды құтқарсаң, бүкіл әлемді құтқарғандай боласың. Бір адамға жақсылық жасасаң, бүкіл әлемнің алғысын аласың. Жетімдер үйіндегі бір баланы асырап алу арқылы, оған жақсы тәрбие беру арқылы, біз дүние жүзіндегі жетімдер мәселесін шешуге үлес қосамыз. Ақш азаматтары әлемдегі барлық жетім балаларды асырап алуға дайын деген сөзді Американың сенаторы да айтып өтіп еді. Жер бетіне жұмақ орнату тек американдықтардың ғана қолынан келеді деген пәлсапаларын мықтап ұстанған халықтың дүние жүзіндегі ата-анасы алған бүлдіршіндерді асырап аламыз деген саясатының астарында не жатқаны белгісіз. Адамгершілік пе, елден туған шынайы ниет пе, әлде басқаны мансұқ ете ме олар? Бұл құпия. Қазақстанның Қызылжарында дүниеге келген Иринаның қазіргі есімі Неора Лиза Рина. Орыс қызына бұйырған еврей отбасы. Иринамен сөйлесіп жатқанда асырап алған еврей әйел оның құлағына бір нәрсені сыбырлап кетті. Өздеріңіз естіп, өздеріңіз ой түйіңіздер. Бұған қандай да бір түсініктеме бере алмаймын. Қазақстан, Америкаға басқа жетім балаларды асырап алуға рұқсат беріңіздерші. Қазақстанның қақпасы қайтадан ашылса, Америкаға аздаған уақыт ішінде қаншама баланың мұхит асатын елестетсем денем түршігіп сала береді. Анталаған американдықтар алып кетуге сақадай сай. Біздің елде ақшқа бала беруге мораторий жарияланған соң, Кэрин Браун күйеуімен бірге Киевтен мына баланы асырап алған. Америкалық жұптың өздерінен туылған қыздары 8 жаста, қазақстандық Максим биыл 5-ке толады. Ал 15 жасар Стастың Киевті қалдырып ақшты паналағанына тура 1 жыл болды. Ең қызығы, Максимнің де, Стастың да ұлты Украин. Стас бұған дейін 2 жыл қатарынан бізге келіп қонақ болып қайтатын. Украинада сондай бағдарлама бар, ересек балаларға арналған. Содан кейін біз ойладық. Тек кішкентай баланы асырап алған дұрыс емес. Үлкейіп кеткен жеткіншектерге де мүмкіндік беру керек. Көбісі ересек жастағы балалардың жақсы адам болып кетуіне сеніңкірей бермейді. Дегенмен оларға да мүмкіндік беру керек. Стас жақсы бала, бізге сіңісіп кетті. Америка саған ұнай ма, қалай? Я нашел семью, это первое. И мне очень нравится. Ең бастысы мен жанұя таптым. Олар жақсы адамдар. Қарындасым мен інім де бар. Жағдайым жақсы. Мен оларды жақсы көрем. Я люблю их, брата, сестру. Басында қиналдың ба? Да, я испугался чуть-чуть. Алғашында қорқып кеттім. Қайда келдім? Қандай адамдар деп ойладым. Еш нәрсе білген жоқпын олар туралы. Сложно, конечно. Оларды ата-анаң ретінде қабылдайсың ба? Жаңа ортаға, жаңа отбасыға бой үйрету қиын болды. Мама, папа деп келген кезден-ақ айта бастадым. Өте жақсы, мені жақсы көреді. Американдықтар қандай өзі? Очень хорошие. Помогают тебе всегда. Олар әрдайым көмекке дайын тұрады, кеңес береді. Барлық жерде, дүкендерде танысын танымасын амандасып, қалыңды сұрайды. Ілтипат көрсетеді. Өте сыпайы халық. Бізде Украинада ондай емес адамдар. Стас бізге біраз сырын ашты. Бұрынғы одақтасы республиканың бірінен келген жеткіншектің жүзі алып Американың ішінде бізге жылы көрінді. Ол да бізді жақын тартты. До 12 лет ты дома жил, да? С мамой. С мамой? Ага, до 12, да? Да. Потом только, что случилось? Мама не смогла
со мной людей, потому что она была одинока. 12 жасқа дейін туған анаммен тұрдым. Ол мені баға алмады, жалғыз болды. Әкем ішіп кеткен, мамам 2 жерде жұмыс істеді. Моя тетя нашла для меня школу специальную, где... Сосын апайым бір интернатты тапты. Мені сонда қалдырып кетті. Анам ауырмаса өткізбес еді. Мен кетерде ол төсектен тұра алмай жатты. На кровати не вставала. Ал 1 жасқа толар толмастан Америкаға аттанған өскеменнің қызы Полинаның әкесі емес, анасы әзәзілге бұйырған. Полинадан еш нәрсені жасырмаймыз. Анасының ішкілікке салынып кеткенін айттық. Біз хабарласып ақша беріп тұрамыз. Полинадан басқа ол әйелдің 3 баласы бар. Біз олардың қандай жағдайда өмір сүретіндерін, не киіп, немен азықтанатынын көрдік. Тұрмыстары өте нашар. Туғанның аты туған ғой. Полина өзінің бауырлары туралы көп сұрайды. Биыл күзге қарай Қазақстанға алып барамыз деп шештік. Әрине, анасы келсе, рұқсат берсе жолықтырамыз. Егер кейін еліме қайтам, анама оралам деп жатса, біз оның жолына бөгет болмаймыз. Жүрегіміз ауырады ғой. Дегенмен оның қалауына қарсы тұрмаймыз деп ойлаймын. Ең бастысы оның бақыты. Жасы нешеде? 11-демін. Біздің келгенімізге қуаныштысың ба? Бізбен кездескеніңе? Әрине. Кішкене тоқып кеттің ғой деймін, Я, кішкене. Қазір ғана Полинаға сыйлықтарды тапсырдық, Қазақстаннан әкелген. Алып жатып, көңілі босап кетті. Өздеріңіз де көріп тұрған шығарсыздар. Кәдімгідей көзіне жасы келіп жатыр. What do you know about Kazakhstan? Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орын алады. Туы көк және сары түстес. It's okay. Полина өзін-өзі әзер ұстап тұрған тәрізді. Сәл бір сөз айтсаң жанарынан жас ытқып кетердей. Анасы жақындап қоя ғой қызым деп жатыр. Ол бізден ыңғайсызданды ма, әлде жүрек түкпірінде қатталып қалған бір нәрсені айта алмады ма, қыстыққан күйі бұрылып шығып кетті бөлмеден. Әкесі қасына келді. Не айтқанын білмеймін. Полина шерін тарқатпады бізге. Үнсіз, терезеге көлген қалпы ұзақ тұрды. Туыстарың сені қалдырғысы келмеді ме? Нет. Олар Сказал, қуанды. лучше Жақсы білім учеба, аласың, жақсы отбасы табасың дейді. Кетерде анаңмен қоштастың ба? Да. Я, қоштастым. Ол саған не айтты? Ничего. Она сказала, что я тебя вырастила, теперь они тебя... Мен сені өмірге әкелдім, өсірдім. Енді ары қарай олар сені бағады, жеткізеді. Өмірде өз жолыңды тап деді. Қазір бәрі жақсы. Достарым бар, мектеп үлкен. Басында ішінде жүріп адасып кететінмін. Қазір үйрендім, достарым бар. Білім деңгейі мұнда жоғары. Ұстаздар бізге көп уақыт бөледі. Саған дауыс көтермейді, ұрмайды. Бірақ бәрібір сағынамын. Қандай тамақ жейсіңдер мұнда? Бургеры, Макдональдс. Аналарың тамақ әзірлемейді? Никогда. Ол тамақ жасауды білмейді. Не знаю, как готовить. Асты әкеміз әзірлейді. Пиццу, паста, лазанья. Есейген, ес тоқтатқан шағында келген Стастың өзі туған тілін ұмытуға шақ қалыпты. Ты украинский язык помнишь? Да. Помнишь, да? Кішкене. Чуть-чуть. Қазір маған украин тілінде орысша сөйлеген ұнамайды. All right, ready? 1, 2. Oh, he's ready? Ready? Go. I'll open this. How does the good king like his pizza? I forgot that. I don't want away. Where's your present? Бұл отбасында осындай дәстүр бар екен. Осындай өздеріне мереке ұйымдастырады. Жаңа көрдіңіздер ғой, мынаны ашқан кезде ішінен мынандай сыйлық шығады. Я? Жараса ма? Жарасады ма? Сосын бұда
жұмбақ Yes, жұмбақ a иә recipe to make А, the cookie. иә жұмбақ сосын барып шағын ғана сыйлық екен маған бұл жолы бұғы бұйырды Santa's reindeer. М, Tell her it's Santa Claus's Ага, reindeer. иә. right? иә бұл мерекені өздерінің көңіл күйлерін көтеру үшін балаларға қуаныш сыйлау үшін әр сенбі сайын өстіп жасап отырады екен кішігірім ойыншық пен ішінен тағы әзілдер түрлі ас мәзірінде табасың украиндық ұстаз маған бұл американдық әзілдер ұнамайды түк қызық емес қай жерінде күлеріңді білмейсің дейді мен онымен келісемін еврейлер шағын сандыққа қыздарының Қазақстаннан екенін танытатын дүниелерді салып сақтап қойыпты мақтанышпен көрсетуде қазақ жерінде өскен аққайыңның да бұтағын алып кетіпті бұрынғы теңгелерді де көзім шалды Қазақстан туралы не білесіз дегенде яхуди әйел аузына бірінші қара алтынды алды американдықтардың көпшілігі бірінші кезекте осыны айтады асырап алған қазақстандық балаларға да басқасын айтпаса да осы ақпаратты саналарына құяды бір түрлі ой салады екен бұл да иә бізде мұнай өте көп бірақ ол өз халқымызға да керек еді мен өз анамнан туылдым ал сен балалар үйіненсің 7 жасар американдық қыз өзінің асырап алған сіңілісіне осылай айтады екен Дженни Дебраск бұрынғы Дарияда Қазақстан азаматы Петропавлдан анасы туа сала тастап кеткен аурушаң болып дүниеге келген сәбимен әкесі 2 айға жуық ауруханада қасында бірге жатыпты бірақ соңында бас тартыпты ал өскемендік Даниэль мына альбомға өзінің Қазақстаннан Америкаға сапары жайында жазыпты қазір қасынан 2 ел ажырамайтын әкесіне басында жоламай жабырқап қорқып жүріпті бұл да түсінікті жағдай өйткені балалар үйінде жетім бүлдіршіндердің күтімін жасайтын тәрбиешілер тек әйелдер ғана ғой содан кейін де жетім балалар ер адамдардың қамқорлығын сезінбей өседі Полина, бағана не үшін жыладың? Көңіліңді түсірген не? Біреу құшақтаса жылағым келіп кетеді. Мынау Полинаның маған сыйлаған сыйлығы қандай әдемі шетелде қазақ балалары жобасының бір естелігі ретінде қалады мәңгілікке ой рахмет таудай бол рахмет отыр үлкен қыз болыңыз шайың қандай екен көрейік енді дәмді екен ыстық күшті аяулымды асырап алған жылы Уолфейлер отбасына мемлекет жеңілдік жасапты салықты аз ғана мөлшерде төлеген ақш билігі шеттен бала алған барлық отбасыларды осылай бір жарылқап тастайды бұл елде өзге ұлттан жат елден сәби асырап алу ешкімге таңсық емес біздегідей баладан бәрін жасырып өзімнен тудың деп айту тән емес бұл қылмыс жасаумен пара-пар дүние аяулымның туған анасы өте жас болыпты оған бәрін түсіндірдік қазір 7-ден асты түсіне бастады көп нәрсені өзінің мұнда келгеніне қуанады да ата-анасының тастап кеткеніне қайғырады да енді сұрай бастады олар жайында өткенде маған Қазақстандағы ата-анамды Қазақстанды сағынып жүрмін деп айтты мен не дерімді білмедім мұндайды күтпеген едім Мен білмеймін. Мен білмеймін. Аяулымның жүзі сынық мүмкін, мінезі тұйық па. Қандай нәрсе болмасын ұзақ ойланады, ұзақ уақыт үндемей жүреді. Сараптай, зерделейді, ішіндегісін көп айта бермейді дейді. Асырап алған шешесі де.
really Мен алғаш мектепке барғанда түсіндім. Басқаларға ұқсамайтынымды. Балалар менің тілімді білмеген соң атымды да айта алмайтын. Оларға аяулым деп айту өте қиын болды. Қазір үйренді. and I'm glad that I know them. We practice like Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Ал сіз неге журналист болдыңыз? for the end of the year. Аяулымға журналист мамандығының мәнін түсіндірдім. Ол түсінгендей болды. Біраз ашылып бізге ән айтып берді. Ана тілінде емес. I got my ticket for the long ride to buy whiskey for the way, and I sure would like some sweet company and leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I think Мен өскен орта мен мәдениет аяулымдыкінен бөлек, бір-біріне ұқсамайды. Осы тұста Америкада қазақ ауылы ұйымының көмегі көп дейді. Қазақстанның шынайы бейнесін тек қазақтар ғана айтып бере алады. Қазақ тарихын, болмысын американдықтар жазбауы тиіс. Оны тек қазақтар ғана жаза алады. Сондықтан мен қазақ халық туралы ақпаратты тек қазақтардың аузынан естігенді жөн санаймын. Бұл бізге аяулымды шынайлықта тәрбиелеуге көмектеседі. Оның туған жермен байланысын үзбеуге ықпал еткіміз келеді. I'm a computer consultant. I have Мен балалар жоқ кезінде үнемі шет мемлекеттерде іс сапарда жүруші едім. Бүкіл дүние жүзін аралап шықтым. Бірақ қазір бәрі басқаша. Міне, 6 жыл болды. Үйден алысқа кеткім келмейді. Жұмыстан кейін әрдайым үйге асығам. Әр таң сайын аяулымның қалай оянатынын көргім келеді. Оның бетінен сүйіп барып ұйқыға жатам. Оның күлімдегенін күнде көргім келеді. see her first thing in the morning. Анасы күні түні мына Қытай қызы мен әлек американдық әйелдің жүйкесін біраз жұқартқан сияқты бұл қысық көз қара қыз. Ал Джон Уолфи біз кеткенше аяулымды қалай жақсы көретінін көрсетіп бақты. Шынайы жасадым деген қылықтары жасанды шығып жатты ма? Бәрібірден мына алып денелі американдыққа маржанның түйіріндей қазақ қызын қимайды екенсің. Саған аяулым деп ат беріп, бірақ аялай алмағанымыздай. Енді қолы жетпейді оның Қазақстанға. Қазақ елі де оны қайтара алмайды. Аяулымнан серлен. And they may lighten the journey. Аман бол, үлкен қыз бол, beautiful бол, сен жақсы көреміз. Thank you. Thank you. Such a Thank pleasure you. to Thank meet you. Thank you. So I'm not the type that cast stones, do you know what I mean? Мен ұрпағынан бас тартқан адамдардың іс-әрекетіне баға беретін Құдай емеспін. Мен оларды жек көрем деп айта алмаймын. Мен перзентінен тартынған адамдар туралы жаман ештеңе айтқым келмейді. Уақыты келгенде жаратушы олардың жазасын берер.